Жарайсың, Фезервейт. Соны айтам. Бітті. Таптым. Мәселеміздің шеші осында. Жас понилер газеті, мектеп газет ерекше белгі алуға көмектесе ме? Тез мұнда кел. Смәше, мен кеттім. Мүмкін мұна газетте бірдеңе бар шығар? Көруіміз керек. Газет туралы ойың мүлде жүзеге асқан жоқ. Біз бәрін қағаз кемелерден бастап, құстың ұяларына дейін жасап көрдік. Ешқандай пайдасы болмады. Неге күлесің? Негізі газетке мақала жазу керек болатын. Біз тілшілер деген ерекше белгілерді аламыз. Сүйкімді пони, сүйкімді пони. Сүйкімді пони, сені көп күттік. Сүйкімді пони, әлемге ғажайып нұрыңды төк. Риясыз күлкі, Мейірім, жүрекпен сыйларсың бізге. Түрлі оқиғаның Сәніміз ғажайып біздің әніміз бұл. Сүйкімді пони, дос болайық бәріміз бірге. My Little Pony. Достық жеңілмейтін күш. Панивилияның құпиялары 23 бөлім. Сау болыңдар, балалар. Мектеп газетіне мақала жазам деушілер болса, осында қалсын. Жиналыс дәл қазір болады. тілші деген ерекше белгі. табылған ақыл. Қош келдіңдер. Біз бас редактор былтыр мектеп бітірген. Иә? Бас редактор кім? Сауалың орынды, Суитибель. Маған репортерлық қабілетің ұнайды. Жас понилер газетін мектеп оқушылары шығарады. Мен жай кеңесшімін. Ал бас редактор бәріне материал таңдаудастап, оның уақытылы жариялауына дейін жауап береді. Жаңа айтқанымдай, биыл бізге жаңа редактор келді. Мен кеттім. Жоспарларыңды талқылаңдар. Іске сәт. Қайтыңдаңдар. Жас понилер газеті күлкілі. Бұл газетті ешкім келемейді. Мен бас редактор ретінде, оны шынымен де атақты қылғым келеді. Бастаймыз. Штаттағы фотограф қайда? Барда бәрін суретке түсір. Қайсы маңызды екенін өзім шешем. Ал басқалар маған қызықты жаңалықтар мен таңғаларлық пікірлер ұсынуы тиіс. Алдыңғы редактор секілді сезімге берілмейміз. Бірақ ол мықты редактор болатын. Енді жаңа тәртіп орнайды. Маған даулы оқиғалар керек. Өте даулы болса тіпті жақсы. Ал енді іске кірісіңдер. Бұл жерден кетейік. Одан да қораптарды қаптай берейік. Бұл ерекше белгі алуымызға берілген соңғы мүмкіндік қой. Егер тілші болғымыз келсе, сәл төзімдірек болсақ қайтеді? Қалай ойлайсыңдар? Дұрыс айтасың. Ерекше белгі үшін аз уақыт Тиарамен бірге жұмыс істеуге болады. Жақсы, ерекше белгі алайық. Менің бірінші сериалым айрықша сұхбат болмақ. Жақында мен жаңа құс ұясын көрдім. Оқырмандарға сюжет ұнайтынына сенімдімін. Смит әженің қызықты әңгімелері көп. Мен Панивилия тарихы жайлы мақала жазам. Сендерде жарамды бірдеңе бар шығар? Басқаларынікі іске алғысыз болып тұр. Балапандар, Реритидің жаңа қалпағы, Панивилияның құрылуы. Мұның не екенін білмеймін. Бірақ жаңалықтар емес екені белгілі. Біз бар ғой. Кеш батқанша тағы бірдеңе әкеліңдер. Міндетті түрде даулы жаңалық болсын. Енді не істейміз? Бұл әңгімені қалай жазып десіңдер ме? Мен
менің қандай күйді бастан кешіргенімді білмейсіңдер ғой. Мені жайма қалдыр, Снейл. Жоқ, сен мені жайма қалдыр, Снипс. Қойсаңшы, не істеп жатырсың? Керемет. Ал енді менің кезек. Жетер. Жетер енді. Ей, Фезервейт, мұнда кел. Мұнекеуін түсіріп ал. Сосын маған кел. Қыздар, мен бірдеңе таптым. Снипс пен Снейлс және Сағыз. Сол кезде мектебіміздің нағыз әзілқойы шынымен мұны алды да тұяғына кіргізіп жіберді. Әдетте мектеп газетіне қызықсыз әңгімелер шығушы. Апамыз бізге ылғи газет бетіне шығасыңдар дейтін. Иә, қараңдар, біз Сағыздан құтылдық. Сендердің мақалаларың келмейді. Бұдан былай жаңалықтармен айналыспайсыңдар. Маған осындай оқиғалар көбірек керек. Понилер мен олардың жеке өмірі жайлы. Оңаша қалғанда не ойлайтындар жайлы. Үшеуін қауесет жинаумен айналысасыңдар. Және маған лағабаттарың қатты ұнайды. Мылжың. Өте келеді. Өз аттарымыздың орнына бәрімізге ортақ бір ат ойлап таптық. Жақсы, іске кірісіңдер, мылжыңдар. Жарайсыңдар. Егер осындай тағы бірнеше мақала жасақ, ерекше белгі алатынымыз анық. Алақай! Скуталу, ойыңа бірдеңе келді ме? Жоқ. Apple Bloom? Кешір. Демек, бұл мектепте қызық еш нәрсе болмайды. Құрыдық. Суитибель. Қорада өскен бе өзі? Тым әуес қой болмасаңшы, Рерити. Бірақ бұл қатты қызық болып тұр. Қане? Бұл не? Сағыз жабысып қалған ба? Қызық-ай. Ақырын күлсең болмай ма? Ей! Мен жай ғана. Менің сөмкемді ақтардың ба? Ұялмайсың ба? Мылжың айдары сондай күлкілі екен. Саған мектеп газет ұнай ма? Ескі қызықсыз Панивилия жаңалықтарына қарағанда қызықтырақ. Бұл газетті достарыма көрсетсем бола ма? Сонда сенің достарың жас понилердің газетін оқи ма? Оларға мылжың айдары ұнауы тиіс. Айтпақшы, ол кім? Ол туралы естіген емеспін. Жаңадан келген бе? Біз тым оңай берілмейміз. Мектебімізден оқиға іздегеніміз жетер. Іздеу аясын кеңейте түсейік. Панивилиядан не бір қауесет тапсақ болады? Фезервейттің көп жұмыс істеуіне тура келеді. Суитибель, сен данышпансың. Паунд пен Памкен дүкендегі көз жасы. Мылжың қайтадан бізбен бірге. Панивилия газет киоскісі жас понилер газетін сататын болды. Понилердің бәрі оны сатып алғысы келеді. Оларға 20 данасын жөнелт. Олар сатып алса, тағы 20-сын жөнелтеміз. Үшеуін газетке үлкен үлес қосып жатырсыңдар. Жаңа айдарлар қажет. Бұл керемет қой! Өмірде босын айт, қыздар. Нағыз дүниенің рахаты. Айтарға сөзім жоқ. Өмірі бұлай керемет демалған емеспін. Қараңдар! Ей, жың оралды! Ұлы Триксидің құпиялары ашылды! Оның бәрін оқып алған біз, Рэмбо Дэш. Сабаңа түсте бізге қосыл. Бұл ғажап қой. Сен кімге сөйлеп тұрғаныңды ұмытып кеттің. Мен дүниеде осы нәрсені ұнатпаймын. Оған қоса, мен бұл айдарды әлі оқыған жоқпын. Тұршы, жарай ма?
Біздің демалғымыз келеді. Маған да мылжың ұнайды. Тек меніңше ол сәл зұлым сияқты. Ол зұлым емес, ол көңілді. Селестия біз сияқты ма? Мылжың жеке өмірге қол сұғуда. Сабыр ет, Твайлайт. Бұл жай қиянсыз қауесеттер. Я, Твайлайт, тыңдашы. Әкімнің жалының түсі жасанды. Бұл нағыз жанжал. Мұны кімнің оқығысы келмейді, ойлаш. Мен мылжың жазған кейбір понилерді аяймын. Олар өздерін жайсыз сезінетін шығар. Рас айтасың ба? Өз атыңды газеттен көру жақсы емес пе? Будеш, сен неге тұяғыңды сәндегің келмейді? Бұл жақсы нәрсе ме? Жарайды, мүмкін бір тұяғымды. Жоқ, маған ешкім тиіспейді. Я, шіркін, мылжың мен туралы жазса ғой. Мен туралы жазған. Спайк! Төтенше оқиға жергілікті айдаһар сырын ашты. Спайк Кантерлот туралы түстері және сүйікті тастары туралы айтады. Бұл біздің ең жақсы мақаламыз. Жоқ, ең жаманы осы. Мұндай ақылға қонымсыз хикаяларды жазса, мылжың Панивилияда атақты болмас еді. Ол дұрыс айтады. Бұл мақала алдыңғымен салыстырғанда соншалықты даулы емес. Кейде өзде кінәлі сезінбейсіңдер ме? Яғни, біз мүмкін біреулердің намысына тиіп жүрген шығармыз? Мен ештеңе айтқан жоқпын, өйткені мылжың бәріне ұнайды. Бірақ осыған ұқсас хикаялар жаза бастармыз деп үміттенгем. Мен де. Егер ерекше белгі алғымыз понилерге керек нәрсені беруіміз керек. Әпілжак жұмыс кезінде ұйықтап отыр. Ойлап көріңдерші. Ал мынау ше, үлкен Макинтош не жасырып жүр? Бұл мылжың өзін кіммін деп ойлайды, а? Мынаны тыңдаңдаршы. Твайлайт Спаркл, мен Кантерлоттық көрсек болғанмын. Пониге дос болып жүрген қабыршақ айдаһардың айтуынша Твайлайт Панивилияның жолдарын шаң басқан қыстақ санайтын көрінеді. Спайк! Бұлай деуге қалай дәтің барды? Мен бұлай деген жоқпын. Мылжың мұны ойыннан шығарған. Мен мұнда ештеңе айтқан жоқпын. Тыңдаңдар, қойыңдаршы. Ол емге зияны жоқ қауесеттерге берілген мектеп оқушысы. Сендер бұған қатты мән бермесеңдерші. Жоқ, бірақ мұның бәрі жалған. Мылжың ойына келгенді шығарып жүр. Біреудің абыройына кір келтірдім деп те ойламайды. Пинки Пай сауық кештерін ұнатады. Не? Бұл рас! Менің осындай әдетім бар. Міне, мұнда кей ханым күйеуімен ажырасқалы жатыр деп жазылған. Рас па? Жақсы, ресми түрде менің өмірім бітті. Мылжың Клауzelге де жетіпті. Рейнбоу Дэш, жүйрақ па, әлде бос белбеу ме? Мен бәрін сатып алуға тырыстым. Бірақ тым кеш қалдым. Мен масқара болдым. Әне көрдің бе? Өзің айтқан ешкімге зияны жоқ қауесеттер өте ауыр тиюі мүмкін. Шынымды айтсам, понилер, сендер әзілді түсінбейсіңдер. Кейде ол кейбір понилердің намысына тиеді. Мүмкін өздері соған бағар. Мен оның жанын шығарам. Патшайымның күнделігі. Ол менің күнделігімді жариялапты. Мылжың менің жеке күнделігімді қайдан алған? Біз бұл ессіздікті тоқтатуымыз керек. Суитибель бұл газетте жұмыс істейді. Мүмкін мылжыңның кім екенін сол білетін шығар. Менің сіңілім мылжың секілді понилермен ешқашан араласпайды. Бұлай деуге қалай дәтің барды, Твайлайт? Ол нағыз пәк, нағыз ғажап пони. Эквестриядағы ең арам пони. Сіңілім менің күнделігімді қалай ұялмай ұрлап алды екен. Сіңілімнің мылжың болуға қалай дәті барды екен. Демек, мылжың деген сенсің бе? Не? Сен қалай біліп қойдың? Сатқындығыңды мынадан көрдім. Я. Бұлай істеуге қалай дәтің барды? Сен менің күнделігімді ұрлап, бүкіл әлем оқысын деп, оны жариялап жібердің. Қауесеттер ауыр тиюі мүмкін. Бұл жеке өмірге қол сұғу. Сенің сөмкеңді ақтарғаным есіңде ме? Бұл саған ұнап па еді? Жоқ. Ең бастысы, өздерің жазған понилердің қандай күйде болатынын түсіну қажет. Мен түсінем.
Біз кінәмізді мойындаймыз, бірақ біз ерекше белгі алғымыз келеді. Сен расымен-ақ өзге понилер жайлы сұмдық нәрселер жазып, оларға тіл тигізу үшін дүниеге келдім деп ойлайсың ба? Енді өзің бұл жайлы солай десең. Жоқ, сендердің кетулеріне жол бермеймін. Бірақ біздің мақалаларымыз басқа понилердің намысына тиіп жатыр. Солай ма? Олардың намысына түкіргенім бар. Мылжыңның арқасында нан тауып отырмын. Және өлсем де мені нансыз қалдыруларыңа жол бермеймін. Кешір, Тиара, бірақ біз шешіп қойдық. Иә, бізді қауесет жазуға мәжбүрлей алмайсың. Мынаны көрсеңдер, кеткілерің келмей қалатын шығар. Мен Фезеруэйтке бәрін суретке түсіруді бұйырдым. Ол солай істеген. Бер! Кешір, бұл жас понилер газетінің меншігі. Егер мылжың шынымен қызметтен кететін болса, мен мына суреттерді газетке жариялаймын. Ал енді барыңдар, маған жаңа қауесеттер әкеліңдер. Бір амалын табамыз, қыздар. Мүмкін Рэмбо Дэш бірдеңе дейтін шығар, ол ылғи қауесеттерді ұнататын. Рэмбо Дэш! Рэмбо Дэш! Тоқтай тұр, ол мылжыңның өзі емес пе? Сен де білесің бе? Рас айтып тұрсың ба? Қаладағы барлық понилер оның үшеуің екеніңді білет. Өзің жайлы мақала жазғанымызды қоламайсың ба? О, сәлем әнші, Флаттершай екен е? Эй, не болды? Туайлайт сендердің осында келетіндеріңді білді. Сондықтан қорғаныс өрісін қосып қойды. Өтінем, Эпплджек. Сен де бізге ашулысың ба? Иә, Бірақ бізбен сөйлесесің бе? жоқ. Ялсаң қайтет. Сен әпкең екеумізді қатты қорладың. Біз сендермен сөйлескіміз келмейді. Қорқынышты суреттер бар газеттеріңді алыңдар да кетіңдер! Достарымыздың бәрі бізден теріс айналды және ерекше белгіні әлі алған жоқпыз. Бүгінгі күн сондай жаман болды. Иә, ертең көресіңдер. Әлгі суреттерді газетке жариялайды да, бәрі бізге күлетін болады. Енді не істейміз? Білмеймін. Бірақ бір амалын таппайынша бұл жерден кетпейміз. Болды! Мылжыңның уақыты бітті. Мынаны басылымға жібер. Бұл газет Панивилияның әр бұрышында болуы тиіс. Иә, ханым. Станоктарды тоқтатыңдар. Оларды әлі қосқан жоқпын. Бізде мылжыңға арналған мақала бар. Мейірімді болғаныма рахмет айтыңдар. Бұл енді қайталанбайтын болсын. Әйтпесе... Жарайсың, Тиара. Дипломатиялық дағдыңның арқасында кезекті дағдыстың алдын алдың. Мылжыңның Панивилияға арналған ашық хаты? Бұл не? Қап, олар тиісті жазаларын алады. Мен ертең әлгі суреттерді жариялаймын. Мен осал пони деп ойлап жүр екен ғой. Панивилияның барлық тұрғындарына кезекті қауесет жайлы білу үшін қазір бұл мақаланы оқып отырған боларсыздар. Бірақ бұл менің соңғы мақалам. Біз жасаған барлық әрекеттеріміз үшін кешірім сұрағымыз келеді. Мылжың деген ат 3 понидікі. Суитибель, Апплблум және Скуталу. Айдарымыздың атағы арта түсті. Бізге даудай қолайлы болды. Бұл әрекетіміздің дұрыс емес екенін білдік, бірақ бұған көз жұма қарадық. Өйткені біздің жазғандарымызды бәрінің оқығысы келді. Осы сәттен бастап барлық понилердің жеке өміріне құрметпен қарауға және көңілді қалдыратын қауесет таратпауға уәде береміз. Біз сенен тек кешірім сұрай аламыз, Панивилия. Соңғы рет қол қойып отырмын. Бетіңнен сүйіп құшақтадым, мылжың. Иә, мен бас редакторға тым көп билік берген сияқтымын. Кешір, Тиара. Сені өкілеттігіңнен айырам.
Жас понилер газетінің келесі редакторына келетін болсақ, жаңа редакторларың міне, Фезеруэйт. Фезеруэйт бе? Ал мен ше? Міне, енді мен фотографпын.